Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін дәмі тіл үйіретін восточный пахлава пирогын дайындаймыз. Алдымен иленген ұнымызды алып, үстіне разрыхитель салып, араластырып аламыз. Бұның үстіне 82% сары майымызды салып, ұн мен майды араластырып, крошка жасаймыз. Ұнымыздың үстіне қаймақты салып, жұмыртқаның сары уызы мен ақ уызын бөліп алдық. Осының сары уызын ұнымыздың үстіне саламыз. Бір келкіге етіп араластырамыз. Жұп-жұмсақ қамыр жасауымыз керек. Қамырымызды алып, тынығуға 15-20 минутқа пакетке салып қоямыз. Бізге грек жаңғағы керек. Ішінен дөңгелектерін, бүтіндерін пирогтың бетін сәндеуге алып қаламыз. Қалғанын блендермен немесе қолмен, яғни оқтаудың көмегімен майдалайтын боламыз. Майдаланған грек жаңғағын үстіне қантты, сары уызымызды салып, араластырамыз. Бір келкі масса шығу керек. Тыныққан қамырымызды алып 3 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін үлкендеу қыламыз. Ол бізде пирогтың астына кететін болады. Үлкен бөлігін жайып, жұпшыға қыламыз. Айнала шеті теп-тегіс болу міндет емес, бірақ форманың ортасынан асып тұру керек. Дайын болған жаңғақтың массамызды екіге бөліп, бір бөлігін қамырымыздың үстіне жағамыз. Бір келкі етіп жағып аламыз. Енді екінші қамырымызды жаямыз. Қамырымызды формаға жаңғақтың массаның үстіне салып, қалған жаңғағымызды жағатын боламыз. Пирогымызға керекті заттардың бәрі описание бөліміне жазылған. Енді үшінші қамырымызды алып, жұқалап жайып аламыз. Ең жоғары бетін қамырымызды қойып, айнала шеттерін тегістейміз. Бетін өз қалауыңызша кессеңіз болады. Мен ромбик тәрізді етіп кестім. Бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз. Сәндеуге алып қалған жаңғақтарымызды бетіне әдемілеп қоямыз. Пирогымызды 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Бізге сироп қажет болады. Қанттың үстіне су құйып, отқа қойып ерітеміз. Дайын пирогымызға ыстық күйінше ыстық сиропымызды құямыз. Мінекей осымен пирогымыз дайын, өте жұмсақ, әдемі, дәмді болып шығады. Кез келген дастарханның көркін кіргізетін пирог. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.